Сәлем достар, адам жегіш, өте қауіпті және сұмдық супер қабілетке ие тайпаларды білесіз бе? Осындай тайпалар қазіргі таңда толып жатыр. Біз бүгін сондай сұмдық тайпаларды сіздерге айтатын боламыз. Чимбу, сіз бұл тайпадағы адамдарды қаңқа болып туылады деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Алайда олар әдейі өздерінің денесін қаңқа секілді бояп алады. Өйткені бұл олардың бұрыннан келе жатқан дәстүрлері. Олардың түсінігі бойынша бұрынғы уақытта Чимбу тайпасын зұлым рухтар жеген. Сол себепті олар рухтардан қорғану үшін бірін-бірін қаңқа тәріздес бояп алады. Караваи. Бұл тайпа Чимбу тайпасының дәл жанында орналасқан. Бірақ бұл тайпадағы адамдар өте қатыгез және ашулы. Егер сіз бұл тайпаға барсаңыз, бірден олардың жоспарлап қойған қақпандарына түсесіз. Ол жердегі үйлердің барлығы ағаштың үстінде орналасқан. Өйткені жаулардан, жыртқыш аңдардан сақтану үшін әрқашан үйлерін ағаштың үстіне салады. Сонымен қатар ол жерде ганнибализм, яғни адам жегіштер өте көп. Бір жауды көрсе, бірден садақпен атып жей салады. Сури. Ал енді бұл тайпа Эфиопияның ең танымал тайпасы. Сіз ерінің астына үлкен диск салған адамдарды көрген шығарсыз. Міне сол Сури тайпасының адамдары. Олар құлақтарындағы еріндегі диск қаншалықты үлкен болса, соншалықты олар өз-өздерін әдемі сезінеді. Ал енді олардың әдеміліктерін бір бөлек. Сури тайпасы қауіпті болып саналады. Және Сури тайпасында қантөгіс өте көп орын алады. Ол жердегі адамдар бөтен адамды немесе жауын көріп қалса, сол адаммен жалаңаш тікені бар таяқпен жекпе-жекке шығады. Гиенаны бұзушылары. Гиена дегеніміз жыртқыш аңдардың бірі. Бірақ Нигериядағы мына тайпа гиенаны ашуландырып, онымен ойнайды. Алайда ойыннан өрт шығады емес пе? Тек гиенаны ғана емес, питон атты жыланмен де ойнайды. Жыланды аузына кіргізіп, миға қонбайтын істер жасайды. Енді мынандай сұрақ туындаған шығар. Неге оларды жылан шақпайды? Өйткені олар кішкентай кезінен бастап арнайы дәрі ішеді. Сол үшін жыртқыш аңдардың біреуі де жақындағысы келмейді. Бұл тайпаны адамдар супер қабілетке ие деп атап кеткен. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және осы видеода аталған тайпаның қайсысы сізге сұмдық болып көрінді? Пікір алаңына жаза кетіңіздер. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.